Сіз күнде жейтін мына жасыл көкөніс денеңізді 95%-бен сумен толтырып, жүрегіңізді қорғайтынын білдіңіз бе? Иә, бұл қарапайым қияр. Бірақ оның артында ғылым тұр. Бүгін біз қиярдың біз білмейтін тіпті таң қаларлық биологиялық қасиеттерін ашамыз. Қияр ол жай көкөніс емес, ол Құдайдың жаратқан нағыз шедеврі. Ассалаумағалейкум, менің YouTube көрермендерім. Бұл бірінші байлық денсаулық арнасы, сіздермен бірге болу бізге қуаныш. Арнаға жазылып қойыңыздар. Бәріміз қиярдың не екенін білеміз, бірақ оның баға жетпес пайдасын білмейміз. Ендеше қиярдың денсаулыққа деген көпшілік білмейтін әсерлерін айта кетейік. Қияр латынша Cucumis sativus деген ғылыми атқа ие. Ол асқабақ тұқымдасына жатады. Иә, шалыс естімедіңіздер, яғни қарбыз, қауын, асқабақ бәрі бір туысқандар. Бір қызығы қияр жеміс, ал ботаникада ол жалған жидекке жатады. Бірақ біз ас үйде оны көкөніс ретінде пайдаланамыз. Күнделікті тағам ретінде қиярды жеу ағзаны тазартатынын білдіңіз бе? Яғни қияр ол сұйық көкөніс. Қиярдың 95-96% таза су. Бірақ жай ғана су емес. Бұл минералдарға бай табиғи электролитті су. Қияр сіздің бүйрегіңізді тазартады, бауырдағы токсиндерді сыртқа шығарады және ішек жұмысын реттейді. Ағзадағы улы, керексіз заттарды шығарады. Артық салмақтан арылуға көмектеседі. Өйткені оның құрамында ағзадағы көмірсуларды майға айналдыруға жол бермейтін тарттронды қышқыл бар. Шаршағанды басады. Шаршағаныңызды тез арада басу үшін бір қияр жеу кофеден, шайдан немесе сусыннан жақсығырақ. Көптеген аурулардың алдын алады. Қияр қатерлі ісік дертінің пайда болу қаупін төмендетеді. Сонымен қатар қанның құрамындағы холестерин деңгейі мен қан қысымының бір қалыпты болуын реттейді. Қияр шырыны ұйқы безінің инсулин бөліп отыруына көмектесетін гормоннан тұрады. Сондықтан да бұл көкөніс сусамырмен қиналатындар үшін таптырмас дәрумен. Қияр суы ағзаны қалай тазартады? Ғылыми тұрғыдан диуретикалық әсер. Қияр суы құрамындағы калий мен магний иондары бүйрек нефрондарының сөзу қызметін күшейтеді. Бұл процесс натрийдің зәр арқылы шығарылуын арттырады. Артық тұздар, токсиндер, несеп қышқылы ағзадан шығады. Нәтижесінде қан қысымы төмендейді, ісіктер қайтады. Гидратация. Қиярдың 95-96% су, бірақ жай су емес, құрылымдалған су. Бұл су жасуша ішіне оңай сіңеді. Осмос процесі арқылы артық токсиндерді жасушадан шығарады. Нәтижесінде жасуша тазарып, энергия алмасу жақсарады. Сілтілендіру. Қиярдың құрамында органикалық қышқылдар аз, бірақ калий бикарбонаты көп. Ағзаның pH деңгейін сілтілікке жақындатады. Қышқылды орта ағзада шлак токсин жиналуына әкеледі. Қияр суы қанды жуу сияқты әсер етеді. Антиоксиданттық әсер. Қияр суындағы С дәрумені, бета-каротин, флавоноидтар еркін радикалдарды бейтараптайды. Бұл процесс оксидативті стресс деңгейін азайтады. Бауыр мен бүйрек жеңіл жұмыс істейді, яғни қияр суы ағзаны жасартатын да әсер береді. Ас қорыту жүйесін тазарту. Қияр суындағы аздаған талшықтар ішек перистальтикасын күшейтеді. Ішектен токсиндер, қалдықтар тезірек шығады. Нәтижесінде ішек микрофлорасы жақсарады, іш қату жойылады. Түсінікті жалпақ тілмен айтқанда, қияр суы бұл табиғаттың ішкі жуу құралы сияқты. Бүйрегіңізді жуып, артық тұз бен суды шығарады. Қаныңызды тазалап, қысымды түсіреді. Ішекті шайып, қалдықты шығарады. Жасушаларды сергітіп, күш-қуат береді. Теріні тазартып, жасартады. Сосын қиярда калий көп. 100 грамм қиярда шамамен 150 миллиграмм калий бар. Калий натрийдің антагонисі. Яғни ол артерияларда жиналған артық натрийді, яғни тұзды шығарып, қан тамырларын кеңейтеді. Бұл өз кезегінде қысымды төмендетеді. Ғылыми факт. Калий қан тамырларындағы кернеуді азайтады және жүрекке түсетін жүктемені жеңілдетеді.
Практикалық кеңес: ағзаны тазарту үшін қиярды қалай қолдану керек? Ашқарынға 1-2 дана шикі қияр жеу, тұз қоспай жеу, өйткені тұз бүйрекке кері әсер етеді. Қиярды смузи немесе детокс сусыны ретінде ішу. Детокс ретінде қолдану тәсілі: таңертең ашқарынға 1 стакан жаңа дайындалған қияр суын ішу. Оған лимон шырынын немесе жалбыз қоссаңыз, әсері күшейеді. 6-7 күн қатарынан ішсеңіз, ағза жеңілдеп, ісік азаяды, тері жақсарады. Сонымен қатар қияр тек ішке ғана емес, сыртқа да пайдалы. Қияр косметологияда ең көп қолданылатын табиғи өнімдердің бірі. Оның 95% судан тұрады және құрамында дәрумендер, минералдар, органикалық қышқылдар бар. Сондықтан ол теріні ылғалдандырады, ағартады, тыныштандырады және сергітеді. Қияр маскасы теріні ылғалдандырып, көздің асты ісігін басады. Бұл Голливуд жұлдыздарының да құпиясы. Ылғалдандырушы әсері: қиярдағы құрылымдалған су теріге оңай сіңіп, ылғалдандырады, құрғақ және қабыршақтанған теріге жақсы. Теріні ағарту және теңестіру: қиярда аскорбин қышқылы, яғни С дәрумені және кафе қышқылы бар. Олар терідегі қара дақтарды, пигментацияны азайтады, бет реңін біркелкі етеді. Көз астындағы ісік пен қара шеңберді кетіру: қиярдың суық тілімін көзге қойса, қан тамырлары тарылып, ісік қайтады. Қара шеңберлер азаяды, көз тынығып қалады. Қабынуға қарсы әсері: қиярдағы антиоксиданттар, флавоноидтар, бета-каротин теріде қызару мен қабынуды азайтады. Безеуге бейім, теріге пайдалы. Қартаюға қарсы әсері: қиярдағы кремний терінің серпімділігін арттырады, ұсақ әжімдердің пайда болуын баяулатады. Қияр косметикада ең қолжетімді әрі тиімді табиғи құрал. Ол теріні сергітеді, көзді тынықтырады, әжімді азайтады және теріні таза әрі жарқын етеді. Және де қияр ауыздағы жаман иісті кетіруге көмектеседі. Себебі ол сілекей шығуын арттырып, ауызды ылғалдандырады және бактерияларды азайтады. Оны шайнаған кезде ауыз табиғи түрде тазарады. Және де қиярдың бір тілімін таңдайдың арасына 30 секундқа қояды. Назар аударатын жайт: қияр аллергия тудырмайды деуге болады. Бірақ кей адамдардың сезімтал терісінде қызару болуы мүмкін. Үнемі жаңа қияр қолданған жөн, өйткені ұзақ тұрған қиярдан пайда азаяды. Ал құрметті көрермендер, осымен қияр туралы кішкене ақпаратымызды жеткіздік. Қияр жай ғана салатқа қосатын жасыл көкөніс емес. Ол Алла жаратқан микрожүйе. Келесі жолы қияр жеп отырғанда, оның сіз үшін келтіріп жатқан пайдасын еске алыңыз. Мүмкін сіз оны жаңа қырынан танитын боларсыз. Сіздермен бірге болған бірінші байлық денсаулық YouTube арнасы. Егер де бұл ақпарат ұнаған болса, лүпіл басамыз, пікір жазып қалдырамыз, жақындарымызбен бөлісеміз және арнаға жазыламыз. Қош сау саламатта болайық.